Кайырлы күн, құрметті көрермендер, біз номер 154 жалпы білім беретін мектептің жас репортерлары боламыз. Біз дәл қазір номер 185 жалпы білім беретін мектепке педагогикалық идеялар фестиваліне қонаққа келіп отырмыз. Ендеше фестиваль барысымен тоқтай танысайық. Педагогикалық идеялар фестивалінің басты мақсаты мұғалімдер арасындағы сабақты қызықты өткізу және балалардың қызығушылығын арттыру үшін жасалған жұмыстарды көбейту болып табылады. Бүгінгі фестивальға 80-нен астам жұмыс тіркелініп, 90-нан астам қатысушылар бақ сынауда. Осы қатысушыларға сәттілік тілейміз. Алдымызға құнды ұстаздарға құнды идея алып келген Ишуан Толырматовский атындағы номер 154 жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі Бертайда Дана Нәбірбек. Әрине жай, яғни ақша құндылығын жоғалтпайды. Солма және кітаптан мен осының ағылшын тілімен байланысын сұрап, ағылшынша тілде бұны айтып өтеміз. School and book. Енді бұл кезде балалардың есінде сақталмайды дейді. Яғни қосымша курстарға барудың қажет. Мен номер 154 Ишуан Толырматовский атындағы мектепте ағылшын тілі пәні болып жұмыс жасаймын. Ишенбаева Айгүл Жанатқызы. Ағылшын тілінде сөз бар. Тікелей эфирде отырады, сөйлеседі. Сіз сұрақ қойыңыз, сіздің сұрағыңызға ол жерде жауап береді. Келесің. Ишуан Толырматовский атындағы номер 154 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Базарбаева Айгерім Бауыржанова. Педагог модератор, қоғамдық гуманитарлық. Ең алдымен педагогикалық идея жобасымен таныстырмас бұрын мына аудиториядан комик жанры туралы сұрағым келіп отыр. Мұнда суретпен салынған лента және оқушының ұмыт қалған материалдарын еске түсіруге де ықпал етеді. Келесі сабақтарда да пайдалана алады, яғни көмекші құрал ретінде. Және төртіншіден тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі де оқуға деген комикс оқушыларды жаппай оқуға тарту үшін. Баршаңызға жалпы бізде жаңағы ұстаздық деген ұлы жол қой. Қазіргі таңда кемеліне жеткен жаңа жетекшісі жоба бойынша дара сынып жобасының авторы болып табылады. Өйткені әр мектептің өзінің имиджі болсын деді. Имиджіміз біз осы жобамен бастадық. Бұл қыркүйек айындағы жаңадан жоспар қабылданған кезде бізден бірден осындай жаңағы жоба бойынша жетекшілер тағайындаймыз. Әл-Фараби клубы бұл шығармашылық ізденіс, яғни жобалар ізденіс. Жаңағы менің ішіп отырғаным жаңағы эко плюс бағдарламасы жұмысы, оқушылардың қолөнер осының барлығы осы клубтың жұмысы. Өңірдің жетекшісі және жетекшісінің жетістікке жеткен бірнеше ұстаздар бар. Бұлар мектептің ішінде ата-аналардың арасында өздерінің жетістігі арқылы брендке айналған мұғалімдер. Мұғалім кіріп келген кезде осылай отырсаңыз, шашыңыз салынады. Қандай? Ойларыңызды айтыңыздаршы, өздеріңіз. Бірден басқаша көріну керек болады. Жаңағы іштегі қорқынышты нәрсе. Күлесің ба? Не істер ойлаймын? Қалай ойлайсың? Көңілдеріңіз көтерілді ме?